Assalamu alaikum. Өткен видеома қойды құрттағаннан қойдың жауы дегенге өте көп комментарий болды. Оның ішінде сұрақтар да болды көп. Ивермек іштегі не үшін саламыз? Ол іштегі құртты да құртады, бәрін. Бүкіл, кенең бар ма, басқаң бар ма, бәрін құртып шығады. Заодно бірденен. Екіншіден, ішіне терең кіріп кеткен құрттар болатын болса, олар өздері өліп түсіп қалады. Сонда біз жараны жарақат етпейміз. Өзі түсіп қалған кезде қанамайды. Сол себептен тез жазылып кетеді. Шұқылап бұрынғыдай пинцетпен жұлқылап отпаймыз. Если өрге шұқылайтын болсаң, қанап кетеді. Қанағаннан кейін жазылу бөлек. Мынау вольфазол не сеуіп атсын дейді. Вольфазол өзі құрттарға арналған нәрсе. Бұны да бір сепкеннен кейін іштегі құрттар тез түседі. Мұнан ішінде мен отработка ивермектен кішкене қосып қойғанбыз. Бұны бұл полевых условия қыстаған кезде саламыз да жібере саламыз. Себебімізді не қыламыз. Не үшін отработка дейсіздер? Отработка май ол. Май денеге жақсы сіңеді. Сөйтіп жабысып қалады. Жүнге неге. Сол себептен майға, отработка мотоциклдан шыққан 1 литр майға 20 грамм ивермек, 10 грамм креолин и жаңағы деготтен қалағанша қоса берсеңіз болады. 10 грамм, 20 грамм өзі өте, креолин өзі сасық болғанмен дегот одан да сасық нәрсе. Дегот не үшін? Дегот мұна жара жазылып атқан кезде қойлар өзі, мына қазір обработка істеген жоқпын бұны. Өздері аузымен тісімен қасиды. Қасыған кезінде деготтың дәмі шыққаннан кейін қайта қаси беретін болса, ол жара жазылмай не қылады? Жазылмай тұрады. Көрсеңіздер, құрттар қимылдап отыр ішінде. Құрттар қимылдап ішінде жүр, мазалап отыр. Әлі обработка істеген жоқпын. Қазір бір кішкене не істеп қойын. Жаңағы отработка денеге майды жабыстырып ұстап тұру. Деготқа если не қылатын болсақ, дегот қой өзі бір рет дәмін көргеннен кейін екінші рет бұған не қылмай қалады. Өзі қасымайды. Мұна ішіне сеуіп қойдым ғой, қараңыздар. Қазір іштегі құрттың бәрі шығады. Сол себептен стап тұр. Мінеке. Осылай мен сеуіп қойдық. 1 минуттан кейін уже мына жерден мына тесіктен құрттар шыға бастайды. Өздеріңіздер көресіздер. Дезинфекция нормал дейді. Бізде әр қойға бөлек ине болады. Шприц бір болғанмен теріп қойдым. Бірақ шприц ине бөлек болады. Соны аламыз. Үстінен жаңағы ивермек салып, вольфазолды сеуіп жаңағы мына өзімнің жинаған майды сепкеннен кейін үстінен полный бәрінен дусты неғып қоямыз. Дусты міне былай неғысам олай шешіледі. Осылай шашылады. Мына жаңа өткен кездегі айтқаным шприцтің колпачогы. Крышкаға істеп қойғам мына колпачокты. Мына колпачокты істеп қойғам. Міне уже құрттың басы көріне бастады. Уже бері қарай шығып жатыр. Құрттар осылай ішіне кіріп кеткен. Соны ивермекті сағаннан кейін не только бұл жердегі қойдың ішіндегі шек құрт бола ма, басқа құрт бола ма, үстінде кене бола ма, бит бола ма, соның бәрі жоқып кетеді. Бірақ бір қауіп бар. Ол қазір күйік уақытысы ғой. Қой күйлеп еслей ішіне қарай жаңағы бала бітетін болса, бала дегенде қозы бітетін болса, оны да организм кене ретінде или құрт ретінде көріп, мұна тастап жіберуі мүмкін. То есть, былай айтқан кезде қой көтермеуі мүмкін да. Сондай бар. Оны сондай нелер бар. Қарап тұрсаңыз, қанатпай, басқа қылмай, өздері желеп шығайын деп жатыр. Мінекей біреу шықты. Қазір бәрі осылай шығады. Ішінде құрттар, ол ішінде қамайды. Ішінде қалып, жарабып, ішінде бітіп кетпейді. Сол
Ал онда бастайық. Қазір бисмиллах деп. Бисмиллах деп жанына теріге жібереміз. 2 грамм. 1 грамм. Большому 2. Это ягнятам. 1 грамм вот сюда. Ішіне құйып жүреміз. Ішінде қаншалық терең болса, сояқ құйып жүре саламыз. Болды, шықты. Так, енді мынау өрмекшіге алыпты. Мынау өзімнің жасаған жағы нем. Бұны бүйтіп айналасына. Яғни бұл жерде уже өзі де қасымайды, шыбында кемейді бұл жерге. Құрт жүр. Құрт емес, өрмекші жүр. Осылай істеп қоямыз. Енді бұны қатыру үшін мынандай дуспен осылай істеп қоямыз. Болды. Осымен біздің лечение болды. Бұл қойды қайттан уже ұстаудың несі жоқ. Жаңағыдай белгі салып жібереміз. Қазір қойдың ішінен өткен кезде емдеген қойды ұстап көрсетем. Жазылғанын көрсетіп қоям, иншалла.